врачтар шетінен бүкіл продукцияларды айтып шықты. Мен ғана осы хитозан түсті, бұл жерде айтқаным. Хитозанды да көбінесе қатты бағаламағандықтан мен хитозанға күшті дайындалдым мен. Хитозан бар ғой. Сөйтсем, мощный продукт. Бір продукты берді ғой, жақсылап изучать етін деді. Бәрі дайындалды да, мен хитозан и иммунбустерге дайындалған негізі. Иммунбустерге ана кісіні шығарып деді. Но хитозан ол действительно біріншіден, как Black Way сияқты тазалайтын детокс продукция екен. Екіншіден ол бактериальный, противопаразитарный, лямблялы тазалайтын нәрсе екен. Үшіншіден костный система, сүйек буын проблемаларына жақсы екен. Төртіншіден асқазан, ас қорыту жүйесі, хеликобактер деген нәрселердің бәрін тазалайды екен. Бесіншіден ақтауға жақсы екен, оказывается. Тағы да не, сахарный диабеттерге жақсы екен. В общем, 10 түрлі соның нәрсесін айттық. Енді ойлай беріңіз, әр врач бір продукцияға сөйтіп дайындалғаннан кейін, конечно, ол мықты болады. Конечно, адамдарға қаншалықты инсайт болады. Ал ана иммунбустер дегеніңіз, мысалға, бізде уролог врач шықты ғой, ол кісіде вообще мықты қылып айтып жатыр. Оның ішінде 10 түрлі грибы бар деймін. Соның ішінде бір грибының өзіне бізге қазіргі таңда кеше 2 врач қосылды. Бір грибы. Бірі кардицепске, только бір кардицепске ғана келіп жатырмын деді ол кісі. Кардицепстің 3 эффектісі бар екен. Бірінші энергия. Ана врач айтты ғой, мен Африкаға бар жаталып келгеннен кейін тұра алмай қалдым, энергия болмады. Иммунбустерді іштім, сразу энергияны көтеріп кетіп тұрғаныңыз, энергия дает, оказывается, кардицепс. Екіншіден, тоже самый противовирусный, противоонкологический. Үшіншіден, львиная грива деген. Бар ғой, львиная грива. Ол, оказывается, Паркинсон, Альцгеймер, спинной дистрофия деген диагноздан бір результат болған баяғы Алматыда. Не үшін десек, именно сол львиная грива мидың нервтік аурулардың барлығын тазалайды екен, восстанавливать етеді екен. Митохондрия. В общем, сол продукттердің барлығына жақсылап тұрып дайындалып, соны өткіздік и ары қарай сол 7-8 ғана врач қой. Давайте осы жерде отырған бүкіл врачтарды ортаға шақырайық деген кезде мен өзім де таңғалып қалдым. Неге? Өйткені жаңа 30-40 врач шықты. Катардың өзінде 130 партнердің ішінде 30-40 врач екен. Представляете? И және де компанияның президентінің өзі айтты, следующий осы сіздер совет здоровьяның мүшесісіздер, жасаңыздар, директор статусын жарыңыздар, сразу совет здоровья кіресіздер.